ертеде боталы түйе болыпты. Түйемін, жануармын киелі, жан-жағыма қараймын, күнде түнді санаймын. Түйе өзінің жібек жүнді сүйкімді баласына мейірімділікті, адалдықты үйретіпті. Мөлдір көзді бота өте ақылды болып өсіпті. Ботамын, ақылды болып атандым, достағандай көріп, әдемалай өзім. Боташым, мен саған достан басқасының бәрін бердім. Енді тура өзің сияқты дос тап. Доссыз өмір қиын әрі қызық емес. Бота өзіне ұқсайтын жалт-жұлт еткен жүні бар, жағымды үні бар, дос іздеп шықты. Мен дос деп жүрмін. Жоқ, сен жақты дос емес. Мен дос деп жүрмін. Кем доспай? Жоқ, сен жақты дос емес. Мен дос бой. Жоқ, сен жақты дос емес. Мен дос деп жүрмін. Жоқ, сен жақты дос емес. Мен дос деп жүрмін. Жоқ, сен жақты дос емес. Дос таптың ба, ботам? Жоқ, анашым. Сенсеңіз, көктегі күннен сұраңыз. Тура мен сияқты ешкім жоқ екен. Сен сияқты дегенім, адалдығыңды айтқаным. Достарды жан тазалығымен таңдау керек. Бота қуанып, адал достары Қошақанды, Мысықты, Күшікті және де Бұзауды ертіп барлығы бірге дос болды. Дулаттың анасы Айгүл, Ботаның рөлін ойнаған Дулат, Күшіктің рөлінде ойнаған Айзере, Мысықтың рөлін ойнаған Алима, Қозының рөлін ойнаған Айлана, Бұзаудың рөлін ойнаған Адия, Құлынның рөлін ойнаған Ерғанат.